Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода баклажан қосылған өте дәмді лечо салатын дайындайтын боламыз. Құрамына керекті заттарды төменде описание бөліміне жазып қалдырдым. Ең алдымен қызанақтарымызды жуып тазалап, осылайынан турап аламыз. Келесі баклажандарымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай кубиктап тураймыз. Үлкендеу етіп турай беріңіздер. Егер майда қылып турасаңыздар, салат қайнап жатқан кезде баклажандарыңыз езіліп кетуі мүмкін. Осылай видеода мен көрсеткен әдіс бойынша турасаңыздар болады. Енді болгар бұрышын дәл осылайынан екі бөлікке бөліп, ішін жақсылап тазалап, видеодағыдай турап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, көбіңіз рецепті қай жерде жазылып тұр деп сұрайсыздар. Видеоның астында еще деген жазуды бассаңыздар, описание бөлімі шығады. Сол жақта барлық құрамына керекті заттарды өлшеммен бәрін жазып қалдырғанмын. Енді кәдімгі пиязымызды ашып, дәл осы видеодағыдай турап аламыз. Келесі туралған қызанақтарымызды ет тартқыштан дәл осылайынан өткізіп аламыз. Келесі чесноктарымызды ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Кәдімгідей пышақпен майдалап турасаңыздар да болады. Енді мен алдыңғы салаттарда осылай турайтымын. Чеснокты көбісі жегісі келмей, чесноктар салаттың түбінде қалып кетеді. Сондықтан осылай ет тартқыштан өткізуді жөн көрдім. Міне барлық қызанақтарымызды өткізіп алдық. Енді үлкендеу ыдысты газға қойып, шамалы бір шай кеседей сұйық майымызды құямыз. Қызғаннан кейін пиязымызды қуырамыз. Міне пиязымыз 5 минуттай қуырылды. Енді үстінен баклажанымызды салып 5 минуттай шамалы қуырамыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ. Енді туралған болгар бұрышын үстінен салып 5-10 минуттай баяу отта қуырып аламыз. Дәл осылайынан қуырып жабатын болсаңыздар, салат өте дәмді болып шығады. Міне осылайынан видеода көріп тұрғандарыңыздай шамалы қуырамыз. Енді мясорубкадан өткен, яғни ет тартқыштан өткен қызанақтарымызды құямыз үстінен. Осылайынан араластырып, бетін жауып, қайнағанша күтеміз. Міне біздің салатымыз қайнап бастады. Енді жақсылап араластырып, үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Сәбізді осылайынан өткізіп аласыздар. Жақсылап араластырып, жарты сағаттай қайнатамыз бетін жауып. Міне біздің салатымыз 30-35 минуттай қайнады. Енді үстіне тұзымызды, қантымызды саламыз. Барлық ингредиенттерді төменде описание бөліміне жазып қалдырдым. Келесі аспирин таблеткасынан 5-6 таблеткадай қосамыз. Енді ерігенше жақсылап араластырып 5 минуттай бұқтырамыз. Және де қалауыңыз бойынша осылай укропты турап қоссаңыздар болады. Укроп қоссаңыздар енді салатқа ерекше дәм және де өте керемет иіс беретін болады. Бетін жауып 10 минуттай қайнатамыз. Міне біздің салатымыз қайнады, ішіндегі тұзы, қанты барлығы еріді. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Міне қарасаңыздар езілмей өте әдемі болып шықты, түсі де керемет болып шықты. Енді жақсылап араластырып, астын өшіріп, алдын ала бізде жуылып, парланып дайын тұрған банкілерімізге осы салатымызды құятын боламыз. Осындай воронканы алсаңыздар енді керемет дүние, өте ыңғайлы. Осындай салаттарды жапқан кезде өте ыңғайлы құйылатын болады. Менде дәл осындай 1 литрлік банкіден 6 банкі шықты, яғни 6 литр салат болды. Мінеке барлық салаттарымызды құйып, бір дегеннен қақпағын жауып, жапқыштың көмегімен жақсылап мықтылап тұрып бекітеміз. Сіздердің банкілеріңіздің атылып, қақпақтарыңыздың көтеріліп тұру осы бірден-бір осы жапқышқа байланысты. Өте сапалы, жақсы жапқышты қолдансаңыздар, сіздердің банкілеріңізде өте жақсы болатын болады.
міне енді әдемі, өте қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, керемет болып шықты салатым. Дәмі де енді күшті болды. Құрметті достар, видео ұнаса төмендегі подписация батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әйгерім, келесі видеода кездескенше.